Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желіміздің көрермендері. Ғабит Мүсірепов қазақ әдебиетіндегі майталман жүйрік сөз зергерлерінің бірі. Ол өзінің жазушылық еңбегін санмен емес, сапамен өлшеген. Оның қаламынан туған әр шығарманың шоқтығы биік. Осы жылдың 22 наурызында Ғабит Мүсіреповтің туғанына 120 жыл толып отыр. Ғабит Мүсірепов мемлекет және қоғам қайраткері, сыншы, драматург, социалистік еңбек ері, Қазақстанның халық жазушысы. Ғабит Мүсіреповтің шығармашылығымен тұңғыш сөзі тығыз байланысты. Ол тұңғыш қазақ операсы «Қыз жібек» либреттосының авторы. Алғашқы қазақстандық Амангелді көркем фильмінің сценарийін жазуға қатысқан. Алғашқы әдеби газет қазақ әдебиетінің бірінші бас редакторы. Қаламынан туған «Шұғыла» повесі Қазақстан жазушылар байқауында бірінші орынды жеңіп алған. Қазақ сахнасының төрінен орын алған Қозы көрпеш, Баян сұлу, Ақан сері Ақтоқты пьесаларын жазып шыққан. Жазушы әңгіме жанрының өркендеуіне үлкен үлес қосты. Әсіресе ана туралы жазған әңгімелері өте көп кездеседі. Ол өзінің жазушылық еңбегін санмен емес, сапамен өлшеген. Ғабит Мүсіреповтің әр шығармасының шоқтығы биік. Ғабит Мүсіреповтің құрметіне біздің кітапханамызға есімінің берілуі біз үшін үлкен мәртебе. Бүгінгі кітапханамыздың қазақ әдебиетінің классик атты көрмемізге солтүстік Қазақстан облысы Қазақстан ұлттық қазақ әдебиеті энциклопедиялары қойылған. Бұнда жазушының өмірі мен шығармашылығы жайында біле аласыздар. Сонымен қатар 3 томдық шығармалар жинағы бар. Бұл жинаққа «Оянған өлке», «Қазақ солдаты», «Ұлпан» романдарымен қоса «Кездеспей кеткен бір бейне» атты поэмасы, көркем очерктері жинақталған. «Қазақ солдаты» романы Ұлы Отан соғысы майданындағы совет адамдарының ерлік тұлғасын суреттеген қазақ прозасындағы тұңғыш ірі шығарма. Шығармадағы бас кейіпкердің прототипін Совет одағының батыры Қайырғали Смағұлов. Бірнеше басылымдарда басылып шыққан «Ұлпан» романында ескі салт дәстүр мен әдет-ғұрыпқа қарсы шығып, ел басқару дәрежесіне дейін көтерілген қазақ әйелінің тағдыры шынайы суреттелген. Кітап көпшілік қауымға арналған. «Кездеспей кеткен бір бейне» атты қара сөзбен жазылған поэмасында жазушы азамат соғысы жылдарындағы қазақ ауылындағы өмір шындығын айқын суреттейді. Көркем сөздің зергері кітабы Ғабит Мүсіреповтің туғанына 100 жыл толуына орай басылып шыққан. Бұл кітапта ақын жазушылардың Ғабит Мүсірепов жайлы лебіздерімен, жазушы туралы автобиографиялық әңгімемен, фотосуреттермен және жазушының ақыл сөздерімен толықтырылған. Барлық шығармаларына шолу жасалған. Көп томдық шығармалар жинағына «Қос шалқар», «Жеңілген Есрафил», «Жапон балладасы» сынды әңгімелері, 30-шы жылдарда жазылған «Көк үйдегі көршілер», «Өмір ертегісі», «Жайлау жолында» секілді повестері, «Ұлпан» романы енгізілген. Ғабит Мүсірепов «Данадан қалған рухани дүние» кітабы қазақ әдебиетінің классигінің хат алмасуы, оның ойлары мен нақыл сөздерінен тұрады. «Ғажайып Ғабен» кітабында қазақ көркемсөз өнерінің аса көрнекті өкілі Ғабит Мүсіреповке арнап жазған қазақ ақындарының әр алуан өлең жырларымен таныса аласыздар. Мен білетін ер Ғабен кітабы. Авторы Медеу Сәрсеке. Шындық оқиғалардың тартымды оқылуын ойлап, өз жанынан ештеме қоспай, әдеби әсірелемей, естіген білген түйсінген қалпында жеткізуді мақсат тұтыпты. Тұтқын қыз кітабына 6 повесі мен қойын дәптерлеріндегі ой толғамдары енгізілді. Осы кітапта оқи алатын повестеріңіз ол «Көк үйдегі көршілер», «Өмір ертегісі», «Үздіксіз өсу», «Жайлау жолында», «Тұтқын қыз», «Туннель». Ғабит Мүсіреповтің шығармалары 34 тілге аударылған.
Бүгінгі көрмеде ұлпан романының түркі тіліндегі аудармасын, кездеспей кеткен бір бейне повесінің «Однажды и на всю жизнь» атты орыс тіліндегі аудармасын көре аласыздар. Тимка Димка кітабына мазмұндық көркемдік жағынан қай заманда да құнын жоймайтын бірнеше әңгімесі енгізілген. Күнделік кітабына ұлы жазушының қазақ тарихы, мәдениеті, әдебиеті, тілі туралы ойлары, алуан түрлі айшықты сөз тіркестері, жазбақ болған шығармаларының жоспар жобалары, кейбір кейіпкерлері жайында дерек құжаттары, көрнекті жазушы, әнші, ақын, актерлер туралы мақалалары еніп отыр. Сонымен қатар Ғабит Мүсіреповке арнап басылып шыққан кітапты көре аласыздар. Бұл кітапқа қаламгер есімін әйгілеген қазақ солдаты ұлпан роман повестері мен әңгімелері, күнделіктері топтастырылған. Көркемсөз шеберінің күнделігі де бір өмір. Өйткені сұлулықты өмірмен астастырған дара тұлғаның әр күні біз үшін өнеге. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Егер де жазушының шығармашылығымен толық танысқыларыңыз келсе, біздің кітапханаға келіп оқуларыңызға болады.